Қалалық мәдениет үйінде мемлекеттік қызмет көрсету бойынша ашық есік күндері өтті. Қала тұрғындары қала құрылысы мен сәулет бөлімінің мамандарына көкейлеріндегі сұрақтарына жауап ала алды. Бөлім меңгерушісі Далабай Кабдуалиевтің сөзінше, бұндай іс-шаралар үнемі өтіп отырады. Сегодня проводится день открытых дверей. Бұндай іс-шара өтетіні туралы ертерек хабарлама беріп қойдық. Ашық есік күндері тұрғындар өз сұрақтарына жауап алулары үшін жасалады. Мемлекеттік қызмет түрлері жайында мағлұмат алулары үшін. Біз ашық есік күнінен бөлек қызметкерлерімізбен семинарлар өткіземіз. Бұл мемлекеттік қызмет көрсетудің сапалы болуы үшін жасалады. Мамандарға сұрақтар қоямын дегендердің саны көп болды. Солардың бірі Асылан Нұрмұқанов. Сөзінше, бұндай іс-шараның ұйымдастырылып жатқаны қуантады және мамандардың жұмысына көңілі толды. Өзімнің жеке басымен үй салу жөнінде жоспарлап едім. Соған осы біздің БДК мекемесінде сіздер келіп қалыпсыздар. Содан біраз мағлұмат алдым. Бәрі түсінікті болды. Бұнымен қоса солтүстік қазақстандықтар жылжымайтын мүлікті жекешелендіру бойынша сұрақтарға жауап ала алды. Асим Айтулла, Сарбина Сакишева, Қуаныш Шальтенов, Первый Северный.